Міне. Только таксовать ете бердім, өзім адамдармен сөйлесе бердім, жүре бердім. Вообще с удовольствием массажын да жасаймын, тамағын да берем, памперсін да тазалаймын, отырғызам. Соң кейін маған фонарик тастап қойды, өзі кітап оқып жата береді. Кемпірге машина не керек дейді. Сосын сол маған намысыма тиді де, бардым да машина алып алдым. Қазір Kia Seltospен жүрем. Бетім сүйек. Әне. Тіпті жұмыс болмаса кешке таман сол әйеліңді алып бір жерге бар демалып келсін. Бір анда-санда өзіңді бір кішкене көңіліңді көтеріп қойғы керек қой деймін. Өмірдің қызығына несіне тоймай жүрміз ғой әлде. Өмір 70-тен басталады екен балам. Сәлем достар, біз Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романын оқып терең ойға баттық, және осы күнде Ербол мен Ментайдың махаббаты сияқты ғашықтық оқиғасы бар ма екен деген сұраққа жауап іздедік, иә? Содан біз Тамара есімді 70 жастағы апамызды тауып алдық. Ол кісінің махаббаты енді күйеуіне деген махаббаты өте ерекше. Қанша қиындықтар болса да оған төтеп беріп, өте керемет үлгі көрсетіп жатыр екен. Біз енді сіздерге сол кісінің, яғни Тамараның махаббатын көрсетуді жөн көрдік. Мен Қошағаш ауылы, Горный Алтайда, Алтайский край дейді, Горный Алтайская область. Қошағаш ауылында Дарқыты деген жерде. Сіз бардыңыз ғой енді? Ол Ресей. Ресейдің тумасымын. Бұл кісі екеуміз бір мектепте оқыдық. 9-шы класс оқып жүрмін, бұл кісі 10-шы. Сол кездерде енді бір хат жазып деген балалық махаббат деп айтады ғой. Сонан бері 5 жыл. Тоқтатып жібер, тоқтатса. Сол 75 жылы үйлендік. Сонан кейін Алланың берген жылда 2 жылда бір бала болып, 5 бала, 6 бала таптым. Бір кішкене кезін шетінеп кетті. Алланың берген 3 ұлым, 2 қызым бар. Сонан кейін сол Дарқытыда жылда сақманға апарады бізді. Мен қой туғызадым февраль айда. Ана біреу бесікте, біреу жетектеп, былай сөйтіп жүріп сақманда соның өзінде передовик сақманшық болдым. 100 қойдан 100 қыз алып жүрдім. Жазда жайлауға көшеміз, қыстауға көшеміз. Оны кейін ана не жаққа Құрық деген жер бар, Қытайдың несіне дейін, шекарасына дейін барамыз, қой бағамыз. Сөйтіп жүріп соның ой келді, мына балаларға келешегі қалай болады? Біз қой бағып жүргенде балалар қалай бағады? Деп екеуміз сесімін еттік та, екеуміз неге Целиноград екеуміз мен бейтін давай кеттік. Бар көркелейік. 90-шы жылы болды. Содан кейін ешкімде ой жоқ, мен айтым кетейік Қазақстанға. Ешкім жоқ, туысым жоқ осында Қазақстанда. Екеуміз Барнауылға келдік, самолет ол кезде ұшып тұрады, Барнауылдан Целиноградқа ұшып келдік. Кесіп кішкене ғана Горный Алтайский сияқты жақсы ауыл екен былай. Город кішкене шағыл, спокойно. Мен айтам, мясокомбинат бар ма десем, бар деді. Сен онда көшіп келейік мына жерге. Балаларға қазақ қой енді, еліміз қазақ, қалада тұрсын деп. Сонда ойлаймын, Алла тағала не Алматыға бармағаным, басқа қалаға бармағаным. Сол барасап қойды тапсырып, туыстарымыз бәрі не болды? Қасы болды, қаңғыратасыңдар, 5 баланы қаңғыртып қайда бара жатсыңдар? Мына байлық деген мал көп бізде. Мынаның бәрін қайда түседі? Мен айтым, мен байлығым 5 бала. Мұның келешегі жоқ, олар қалай қой бағады? Бақпайды деп. Мен сондай настойчивый болдым. Мен соны әлі күнге шейін сондай болып келе жатырмын. Ағамыздың есімі кім? Елеш. Біздің кітабымыз махаббат туралы. Қалай ой, махаббат ғашық болдыңыздар? Қандай махаббат әңгімесі? Мен өзім мінезім осындай кісімін ғой. Бұл кісі спокойный, жас кезінде сондай болған. Енді мана бала махаббат деп айтады ғой. Сол 9-шы класста оқып жүрдім. Бұл кісі десе, мен енді мен әкем 40 жасында кетті, мен уже 8-ші класста жүргенде қайтыс болып кетті. Мен анаммен бірге пол жуып жүрдім клубта. Бұл кісі главный бухгалтердің ұлы болды, ең кішкене болды. Енді оның несіне қарамаймын, мұнда білмейміз ғой енді. Танысыға барамыз, сөйтіп жүріп, өзі сондай махаббат болған шығар деп ойлаймын. Міне қандай өмірдің ыстығы болды, суығы болды. Соның бәріне пысып біз десе, өмір не болмайды, бәрі болды ғой, соның бәрін сонда да бәрін кешіріп алып келіп өзім қайта міне қарап отырмын. Елеш ағаның қай мінезіне ғашық болдыңыз? 8-ші, 9-ші класста. Сол сөйтіп жүрдік міне. Қанша нелер болды қазір. 8-ші, 9-ші. Сонда сөйлесеміз, сөйлескен қайды ұяласың, ақырын бірдемесін жазып қояды. Мен де бірдеме сонда письмо жазамыз ғой сондай. Сосын кейін десе, балалар қарайттан ғай бит жазғады, Елеш плюс Тамара деп анда да жазып қояды, мұнда да жазып қояды.
содан кейін 10 классты бітіріп мен техникум бітіріп бір келсем түнде десе мынау енді қыз болғаннан кейін жігіттер мүмкін еді болған түнде десе біздің үйдің жанында төбелес болыпты да мен үлкен атам бар таңертең келіп мына үйдің жанында не болған мына адам немене төбелес дегенде мен кішкене бауырым айтады ой әпекеме таласып жүр ғой деп айтады соны сөйтіп жүріп мына кісіге сол 19 жасымда тұрмысқа шықтым. Мен бірінші былай істеймін, таңертең тұрғанда міне былай қимылдаймын, көрдің бе міне? Міне белімнен қимылдаймын, радикулит болған. Міне көрдің бе міне? Енді былай осылай, онан кейін міне осылай қимылдап аламын. Не тегін кішкенесің. Онан кейін скакалкамды көрдің мен. Бәрі жеміске толған ата-әжелер артынан қайталаңызды деп қойсаңызшы. Иә, міне. Көрдің бе? Міне. Қазір көргізейін тағы. Осылай қарқымай аласың ба сен? Кел қарғы көресің бе? Білмеймін, біз ипотекаға бірде кіріп көрмедім. Өзі Алла тағала береді. Сол мәшінмен, волгамен ет тасып жүрдік, базарға шықты, сөйтіп жүріп үй алдық, жер алдық, қайта үй салдық. 5 баланы үйлендірдік. Ол балаларға оның мемлекет үй берді. Не деп? Переселенец деп. Сол үйді алып, сатып еколға үй алып бердік те, өзіміз сол Юго-Востокта болдық. Енді өмір ғой, енді 35 жылдың ішінде не болмайды? Бәрі болды ғой. Содан кейін енді катейдік деп сол қояндыға көшіп бардық. Қояндыда тұра алмаймын, солай болды. Ол үй өртеніп кетті. Қояндыға жер үйге барамыз деп. Содан кейін сол міне пәтерде де жүргенбіз, енді мына үйді қызыма берді. Акимат арендаға. Өте апалардың тіліне көп нететін, мен нетпейтін, жарайды, туысы ғой. Сол апалардың тіліне етіп, сөйтіп Қошағашқа барып, сонда бір кісі де қалып қалды. Ол кісілер қолдап жіберді. Неге екенін білмедім енді. Неге екенін білмедім. Мен міне жерде таң тамаша. Сон бардық, әкелдік, қайта болмады, қайта кетті, сөйтіп жүріп, сол 5 жыл өзі мен өте неге түсіп қалдым сәсем. Енді өртенді, бұл кісі кетті, вообще. Өзіңіз көрдіңіз ғой, қайда жатып, қайда жүрдім. Только таксовать ете бердім, өзім адамдармен сөйлесе бердім, жүре бердім. Сөйтіп жүріп, анан кейін коронавирустан кейін ба инсульт алып қалды сол кісі. Сосын кейін коронавирустан кейін. Содан кейін балаларға звондап, сіздің әкелеріңіз больницада алып кетіңіздер деп. Ешкімге керек жоқ. Ойбай, бар әкеліңдер дедім, балаларды әкеліп сол апаларын апарды, менде үй жоқ. Содан кейін 2 жылдай қарады. Сосын кейін айттым, мен қолыма аламын мына кісіні. Өлтірмеймін мен бұны, қайсем дедім. Алып келіп, жұлып әкелдім, міне жақсы болып қалды мына кісі қазір. Отырады, тамағын таңдап жейді, только айта алмай, сөйлей алмайды. Мына жақ қолын, правый жағы, мына жағын. Оң жақ қолын, мына жағы. Сол мына жақ қолымен мына жақ кішкене не болып қалды. А так былай несі, көзі бәрі қара, жақсы, міне қарасаңызшы, көзі жақсы болып қалды. Сол, енді бұл біз ойлаймын, бұл да біз қарап, бізге қаншама кісілер инсульт алып жатыр. Бізге қарап келіп, осы бізге де заказ беріңіздер жалып, легкий форма деп айтады ғой, солар уже жақсы болып кетіп жатыр. А бұл кісінікі тяжелый болған ғой. Менде енді үлкен ұлым бар, міне қазір оларға 25-26 жыл болды бірге тұрғайы. Олар бізге қарап, үй ғой енді. Екінші ұлым да сол. Ана кішкене ұлым міне қазір бәрінде 2-3 баладан бәрі жиылады қазір, осы келеді бәрі. Екеміз бүйтіп отырғанына олар риза. Екеміз мынау ауруханада жатса, мен мына жақта сылқылдап жүрсем болмайды ғой. Ол біз қазақпыз ғой. Мен мынаның өзінде бір өте қиын ба сізге қараған, маған бір де қиын емес. Вообще с удовольствием массажын да жасаймын, тамағын да берем, памперсін да тазалаймын, отырғызам. Еще жанымда тірі кісі бар ғой, міне жақсы, Аллаға шүкір. Сөйлесіп, чайымызды ішіп, кейде кейбір сөздерді айтып қалады. Сол. Денсаулығы совсем нашарлап кеткен кезде бұл кісі жиып аяғына тұрғызғаны оның өзі бір ерлік деп ойлаймын. Ерлік, уже медицина отказалась, бәрі отказались, бұл кісі айтты, жоқ, мен жолдасым жинап алып, өзім аяғына тұрғызам, распискасын жазып. Это надо иметь сердце, действительно, ол енді махаббат дейді ғой, кешірімді болу керек, иә. Ол да бір өмірдің сабағы дейді ғой, бір сынақ деп айтуға болмайды, мен ойлаймын, бір урок дейді ғой. Бір онан кейін міне Тамара апайдың бір несі, міне бүгін дастарханда жиналып отырмыз ғой, оказывается, адам қашан картаймейді, қай кезде картаймейді.
егер де адам мен все знаю, все, я не буду учиться деген кезде, оның өмірі тоқтайды екен да, сол кезде ол картие бастайды екен резко. Ал енді Фейсбукта, Инстаграмды көрсеңіз, міне, орысша да сөйлеймін, мынаны қараңыз, 700 мың адам не болды осында. Міне, мынада, міне осы, молодости, міне осы. Неше сияқты жазады адамдар, оның бәрін үйрендім. Адам менікі емес, өзінің пікірлерін жазады ғой. Өзім мәшінесе ме, кемпірге мәшіне не керек дейді. Сосын сол маған намысыма тиді де, бардым да мәшін алып алдым. Қазір кие селтіспен жүрем. Поштаға. Бетім сүйік. Әне. Мен сөйлетіп кетем, поштаға кеттім міне. Стильді киінеді екенсіз деймін да? Өмір ғой. Өмірдің қызығына несіне тоймай жүрміз ғой әлді. Өмір 70-тен басталады екен балам. Магазинге нанға бар жатам ғой ауылда. Кино біздім, мынау қайда бар жатыр, қалаға бар жатсың ба деп айтын. Өзі солаймын. Ал ендеше. Ал енді қазір әйел де жұмыс істейді, еркек те жұмыс істейді. Сонда қазіргі заманы сонда әйелін жақсы көрсе, еркек те үйде бірдемесін істеп көмектесу керек қой. Мен де ойлаймын, солай деп ойлаймын, бұрынғы заманда біз сияқты ана далада қара жұмыс істеп келген жоқ, ана ер азамат тағы жеңіл жұмыстары бар, кабинетте отырады, или ана мынадарға. Сонда үйге келгенде әйелдің жұмысы білінбейді ғой. Кірі бар, баласы бар, ана мына ода демалғысы келеді. Тіпті жұмыс болмаса кешке таман сол әйелінді алып бір жерге бар демалып келсін. Солай ғой. Қазіргі заманда не жоқ, бәрі бар. Кеше келсем, мен келдім, мені таныды, алдында танымаған ғой. Танып, бетімнен сүйіп, қолымнан ұстап, жақсы деп мен аман шүкір Аллаға. Соң кейін ага бүйтіп біз сөйлесіп отырсақ, бізбен бірге күледі, бізбен отырып чай ішеді. Чай ішіп, бізбен отырғыз қойып, отырып чайын ішіп, тамағын ішіп, кәдімгі жездем. Одан кейде айтам ой, жазатырға барасың ба десем, барам дейді. Мен мынада ұят жоқ дейді. Сен туған күн мерекеңіз, кел бастайық керекеміз, ұмытпа сен құрбым, еске қалсын мәңгі бұл күн. Қызық нәрсе айтайын. Ана балалар түнде келіп поздравлять етеді ғой. Я, содан кейін мен түнде ойлағам ғой, балалар келеді, ертең ана келген қоса, мен айтам, мен сендер түнде маған не келмейсіңдер деп. Ана үлкен ұлым күледі, мама бітей баладарға келеді, сен күндесің. Мен де күтей бала болып қалдым ғой дедім. Сол. Енді бір жағынан ойласаң, бір не ғой, бір анда-санда өзіңді бір кішкене көңіліңді көтеріп қойғы керек қой деймін. Осылай. Мен ойлаймын, бәрі жақсы семья болу үшін қызым әйелден. Тамақты да үйренесің, ненді үйренесің, ер азаматтың несіне де. Но ер азамат самый главный, қол көтермеу керек. И боқтамау, жаман сөзбен боқта. Унижать етпеу керек. Сол. Самый главный сол. Бізді пендеміз ғой енді, бұлай ашыбас етім, соны өзіне бүйтіп қарап, деп қойып отыратын. Сол. Мен біреуден бір жақсы нәрсе көрсем, соны істейік па десем, өйті қойшы дейтін, қойшы деп едім. Анада сөйтіп, бізді сөйтейік па, қойшы дейтін. Сол бір үйде бір сондай путеводитель болу керек сияқты ғой. Она была страшный читатель. Кітапты оқиды. Сонан кейін менен де екеуміз бірге жатамыз ғой. Соң кейін маған фонарик тастап қойды, өзі кітап оқып жата береді. Мен бүйтіп жатып ұйықтап қалам, не оқып, не қойғанын білмеймін. Соң кейін таңертең қайта жақтайды, қайта бүйтіп енді баламыз ғой, ұйықтап қаламыз. Содан шешем ұрсады, мына қыздың біз жапалақ дейміз, көзі үлкен ғой. Мына жапалақтың көзі көрмей қалатын шығар деп шешем сөйтетін. Дәл қазір не айтқысы келеді деп ойлайсыз ағаңыз? Білмеймін, енді мүмкін бірдемесін кешірім сұрағай тұрған шығар деп ойлаймын. Мен айтып, сен давно кешіріп саған, давно. Балаларымыз бар, немереміз бар, немерелерім бәрі жиылады осында. Өзі өмір сол кешіріммен өмір ғой. Адамның қаталығы неше сияқты болады, не сіздерге де үлгі. Бәрі болады.
осында жүргенде кешірім, біреу бірдеме етіп нетіп қалса кешірім. Біз екеуміз жас кезімізде бізде де семья болғанда сонда ұрсыспаймыз. Мен ақырын далаға шығып отырып үйге кірем, или мына кісі ақырын далаға шығып кетеді. Кейбір келіспей қалған. Или мен сол кезде тамақ істеп білмеймін ғой, жақсы білемін, мен помню. Жұмыстан келіп мәшесін қойған, мен рожки жарықтап қойған ғой. Жақсы білемін соны. Енді жаздың күні сосын кейін далаға шығып қайта келсем, рожкамда табаданмен бүйтіп плитаның үстіне төңкеріп алып кетіп қапты. Сосын енді әлі күнге ойлаймын, мынау рожка емес, басқа бір деген сұраған ғой. Сол басқа бір болса скандал нетеді ғой. Ананы тазаладым да ертеңінде сол. Ана өзін айттым, мен қойсой енді мына рожканы жемесең деп. Жақсы білемін соны. Міне көрдіңіздер достар, махаббат алып күшке ие, бұл қиындықтарды жеңуге көмектеседі, сынақтардан сүрінбей өтуге көмектеседі, және махаббат опасыздықты да кешіреді екен. Біз Тамара апаның күйеуі толық сауығып кететініне сенеміз, Тамара апаның бай болатынына сенеміз, Тамара апаның бақытты болатынына сенеміз, себебі ол кісінің жүрегінде үлкен махаббат бар. Сол махаббатты сөндірмеу керек екен, ең бастысы.